Сәлем достар, бұл пирожнылардың екінші часті. Бірінші частта мен капкейкиді көрсеттім. Бүгін вупи пай пирожныйын пісіреміз. Керекті заттардың пропорциясын описанияға қалдырамын. Ыдысымызға жұмыртқа мен қантты салып, жақсылап көпіргенше миксерлейміз. Миксерлеп болып, жұмсақ сары майымызды салып, тағы да жақсылап миксерлейміз. Осы жұмыртқа мен май араластырған массамызға сүтті қосамыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Біздің сұйық массамыз дайын, ендігі кезекте сухой массамызды қосамыз. Ол ұн, какао және разрыхлителмен барлығын араластырып қойдым. Сухой ингредиенттерімізді 3-4 бөлікке бөліп қосамыз. Сонда біздің пирожныларымыз жақсы көтеріледі. Біздің тестамыз дайын. Осындай өте қатты қою емес, өте қатты сұйық емес тесті шығу керек. Мен пирожныларды осындай пергамент қағазында пісіремін. Пирожнылардың формасын пергаментке осындай домалақ формамен сызып аламын. Тестамызды кондитерский мешокқа салып, әрқайсысына құйып шығамыз. Барлық тестамызды құйып болдық. Енді пешке 180 градусқа 20 минутқа жібереміз. Әркімде әртүрлі пеш, сондықтан піскеніне қарап тұрыңыздар. Мінекей біздің пирожныларымыз пісіп шықты. Олар жан-жағына сәл аққан. Енді осының үстінен формамызбен тағы да бірдей болу үшін кесіп шығамыз. Ендігі кезекте тура краснобархаттың сияқты вупи пай пирожныйымызды шығарамыз осылай. Кремнің рецептісін капкейки деген бөлімнен көре аласыздар. Мен описанияға қалдырып кетемін. Пирожныларымызды әсемдеу үшін мен кивиді қолданамын. Сіздер өздеріңізге ұнайтын кез келген көкөністі қолдансаңыздар болады. Немесе кез келген жеміс-жидекті қолдана берсеңіздер болады. Осымен біздің дастарханның сәнін келтіретін пирожныларымыз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын. Кез келген мейрамға істеп, немесе заказ берсеңіздер дастархандарыңыздың сәнін келтіреді. Каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.